Құрметті оқырман, студия төрінде алтыншы. Қош келдіңіз. Осы жолы келіп кету емес, осы жолы нақты сіздердің бір күйеу балдарыңызды табуға келдім. Мәссаған. Енді талаптарымды эфирде көретін боласыздар, қазір айтатын боламын. Осы жолы талаптар өзгеше болды. Біреудің көзіне көріну үшін келмедіңіз. Жоқ, маған Мына жерде отырған. ескі арақатынас маған жақындамайды. Саламатсыздар, менің оқырмандарым, апаларым, амансыздар ма, жағдайларыңыз қалай? Мен қазір Хайнанда жүрмін. Демалыс күшті, ауа райы да өте күшті. Қазір енді андай подарка алуға кетіп бара жатырмын бір жерге. Ал, Аиданың көңіл күйі қалай екен? Аида, сіз ше қандай жағдайда өтірік айтасыз? Мен басынан мамаға өтірік айтамын. Потому что ондай ол кісі алыста ғой. Мен даже ауырып қатты ауырып қалған. Қалайсыз, Гүлнұр? Саламатсыздар ма? Шүкір Аллаға жақсы. Бүгін шашыңыз ерекше болып тұр, Иә, шашым ерекше. Осы ерекшелеп келейін дедім осындай. Сіз қандай жағдайда өтірік айтасыз? Мен де жақсы деп айтасыз. Эфирің қалай болып жатыр деген кезде мысалы мен ол жақтан андай бір агрессиямен бір настроениесіз шыққан кезде мен көбінесе сол жерде өтірік айтамын. Және отношения сондай. Отношения сақтап қалу үшін бір нәрсені жасырып қалу үшін өтірік. Болашақ күйеуіңізге немесе енеңізге қандай жағдайда өтірік айтуыңыз мүмкін? Енемен, например, енем жақсы болса, например, енемен сырласу болған кезде сұрайды ғой, қалай деп, сол кезде бүйтіп жақсы деп өтірік айтып. Жаман болса ше енеңіз? Жаман болса айта салам, балаңды түзеп ал деп. Ой, мен нағылым, мен айта салам, маған бәрі ғой. Егер де ол өтірік басқа бір адамды сол өтіріктен білмеймін. Қандай жағдайда өтірік айтатынын. әлде өтірік айтпайсыз ба? Негізі өтірік айтпағанын жақсы көремін. Қалай бар, сол шынайы болған максимально бар ғой. Потому что лучше горькая правда, чем сладкая ложь дейді ғой. Сол моментте айта саламын. Болашақта енеңізге өтірік айтуыңыз мүмкін емес демек. Мүмкін емес шығар, иә? Күйеуіңізге де айтпайсыз. Күйеуіме не деп айтып? Күйеуіме мен деп болжап айта саламын, сол моменте бар ғой. Барлық шындықты айтасыз, солай екен.